Адамзаттың ең асылы көзге білінбейтін зымыраған уақытқа тоқтау салу мүмкін бе? Өткенге көз жүгіртіп, келешектің кемел боларына кепілдік беретін мүмкіндікке ие болу әр адамның өмірлік қағидасы іспеттес. Әр адам өз өмірін әртүрлі бағытта жоспарлайды. Көз алдына елестетіп армандайды. Бірақ өмір атты үлкен сапарда ақ пен қара қатар жүреді. Өмірдің бір белесі қателік жасау. Қателікке жол беру. Шыдамсыздық таныту. Қоғамның бір кірпіші болып қалану. Биік белесті бағындыра алу да көркем мінезді болуды талап етеді. Адам қателіктерден сабақ алады. Шыңдалады. Өмірдің кіршіксіз мөлдір екеніне, сүйіспеншілікпен қараған кезде құлшыныс артып, көзқарасы өзгереді. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақым бар жүгіруге деген екен. Олай болса, елдің ертеңгі жарық жұлдыздары, сендердің мақсаттарың. Қоғамға пайдалы болу, нық қадамдар жасау, жоспар құру, ақыл ойды жоспарға бағыттау, шешім қабылдау, қабылданған шешімнен ешқашан бас тартпау. Жалынды жастар жарқын болашақтың кілті. Елдің ертеңі білімді жастар ол сіздер. Ел іргесінің беріктігі мен өркендеуі сіздердің қолдарыңызда.